Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Мынау жұмыста жүрмін. Шамалы 15 минуттай уақытым бар. Мынау орман, Польша елінен сәлем. Мынау орманды көріп қалыңыздар деп атқаным ғой. Айтайын дегенім, біраз адамдар звондап, личкіме шығады, не қылады, сөйтіп сұрап жатыр. Сәке, мынау қалайсыз, өзіңіз Польшада жүрсіз, жұмыс қалай? Мен өзім электрик болып осы жаққа жұмысқа кіргеніме уже почти 1 жылдай болып қалды. Талдарды қарасаңдар. Сол айтайын дегенім, бұл жерде ештеңе қорқыныштысы жоқ. Бәрі заңды түрде. Мен Құдайға шүкір почти 1 жылдай болып қалды осында істеп атқаныма. Айтайын дегенім, өмірде адамның өзінен все зависит от человека, от самого человека. Шамалы өзгерем десеңіздер, пожалуйста. Мен мынау Дания ханымға, Пани Валевска деген фирмаға, Индира ханымға өте ризамын. Ол кісілер құжаттарын бәрін енді істеп, заңды түрде осында жұмыс істеп жатырмын. Соны айтайын дегенім еді ғой. Біраз кісілер сұрап жатыр, айлығың қанша, не істеп жатсың, қандай жұмыс бізге бар деген сияқты. Ол сұрақтардың бәрі осы мынау телефонды қазір көрсетіп кетем. Индира ханымға звондап сөйтіп бәрін білулеріңізге болады. Жас нешеге дейін деген кезде мен мысалы Құдай қаласа енді 60-тың ұяқ-бұяғымын ғой енді. Сондықтан да ештеңеден қорқатын ештеңе жоқ. Жұмыс, кәдімгі жұмыс қой енді. Ақша табам деген адамға, шамалы өзің финансовый положениесін өзгертем деген адамға Польша елінде қазір мүмкіндіктер бар. Оны бәріңіз көріп отырсыздар. Сосын мынау 1 секунд қазір уже қаншама мынау орман, таза ауа, осыларды көріп, ол да сіздерге бір не болады. Как дополнительный доход дей ма, сол сияқты. Шынымды айтсам, ар жаққа баруға қорқам. Ояқ уже орман. Біздің машина анау көшеде тұр. Сол жаққа барамын. Сәттілікте кездесейік. Сау саламат болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астына сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Бәрін өзім айтып түсіндіріп беремін.